Сәлеметсіз бе? Ішектегі құрттар, гельминттер, адамдар ағзасына паразит құрттардың түсуінен пайда болатын ауру. Ең жиі кездесетін түрлері аскаридоз, энтеробиоз, тиниоз. Қалай пайда болады? Ішек құрттары көбінесе жуылмаған жеміс-жидектерден, лас қол арқылы, тазаланбаған су арқылы, шала піскен ет арқылы, үй жануарлары арқылы, тырнақ астындағы кір арқылы. Жұмыртқалары ауыз арқылы түсіп, ішекте өсіп көбейеді. Белгілері: іштің ауруы, тәбеттің төмендеуі немесе күшеюі, жүрек айну, арықтау, әлсіздік, түнде тік ішек маңында қышу, әсіресе балаларда, тістерін шықырлату, ұйқының бұзылуы. Балаларда мазасыздық, ашуланшақтық болуы мүмкін. Алдын алу жолдары: қолды сабындап жиі жуу, тырнақты қысқа ұстау, жеміс көкөністі жақсылап жуу, етті толық пісіру, қайнатылған су ішу, іш киімді күнде ауыстыру, үй жануарларын уақытылы тексерту. Емдеу жолдары: емдеу үшін дәрігерге қаралу керек. Әдетте мынадай дәрілер тағайындалады: альбендазол, мебендазол, пирантел. Өз бетімен дәрі ішуге болмайды. Дәрігер талдау, нәжіс анализі жасап, нақты түріне қарай ем тағайындайды. Профилактика ретінде 3 ай сайын бүкіл отбасы бірге емделген дұрыс. Осы сүтті жатарда ішіп алсаңыз, ішектегі құрттар оқ құсап организмнен атып шығады. Егер балада салмағы аз болса, іш қату болса, үнемі іші ауырса, түнде тісін қайраса, онда баланың ішінде құрт бар деген сөз. Жарты стақан асқабақ дәнін алып, блендермен ұсақтап, 1 стакан су қосып араластырып, сүзіп, тамаққа дейін 1 сағат бұрын ішіп алыңыз. 1 стакан сүт ішектегі барлық құрттар мен оның жұмыртқаларын айдап шығарады. Емдеу уақыты 10 күн. Бұл сүтті балалар мен ересектерге ішуге болады. Ем болсын, денсаулықтарыңызды сақтап жүріңіздер.